Енді қазір енді мынау әлеуметтік желіде әрбір біздің қандай пост бар, соның астына кірсең болды, әйтеуір көміп тастап жатыр ғой. Көміп тастап жатыр. Бір өздері бір пәк адамдар сияқты. Енді оларға ештеңе дей алмаймыз, айту керек шығар, айтылуы керек шығар сондай нәрселер. Ондай сөздерді біз де естуіміз керек шығар бәлкім. Бірақ бір пікірді жазатын кезде мен осы орайда жаңа біздің хейтерлерге айта кететін нәрсе ол жалпы ақиқатты білмей жатып, бір әңгіменің ақ қарасын білмей жатып, олай жаза беруге негізі болмайтын секілді. Себебі біз енді мұсылман қазақпыз, қазақ болған мұсылманбыз, мұсылман болғаннан біздің ақыретіміз де бар деген сияқты. Енді бұрын менде отбасым болды. Оның бұрында бір сұхбатта айтқан болатым шет жағасын, бірақ ол кісінің өзін жариялауды көп қаламады ол кездерде. Бұрынғы отбасымда, сол бұрынғы жолдасым. Уақыт өте келе енді бір жаңағы сол енді қалай айтсақ болады, отбасылық бір өзі бір түсініспеушіліктер, ерлі-зайыптылардың арасында ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды ғой. Өзі бір түсініспеушіліктер, нәрселер болған шығар, бір-бірімізді бір бәлкім лайықты деп қарамаған шығармыз. Ол кісінің де шешімі өз тарапынан, менің де тарапынан сөйтіп екеуміз отырып осылай дұрыс болады деген нәрсені ол кісі өз тарапынан да айтты, мен де өз тарапынан құптап, сонымен екеуміз екі жаққа сөйтіп кеткен болатынбыз. Енді арада бізде 4 бала бар. Заңда ажырастыңыздар? Заңды түрде ажырастық. Қанша жыл бұрын? 4 жыл болды. 4 жыл болды. 4 жыл болды. 4 жыл бұрын. Ол кісі негізі өте керемет жан негізі. Өте керемет жан. Бәйбішеңіз? Иә, бұрынғы жолдасы деп айтайын. Өте керемет жан. Өткен мен 4 балама тәрбие беріп отыр. 4 баламды енді былайынша айтқанда балаларым тәрбиесі өте жақсы. Бірақ енді осылай болу керек болды. Осылай ол менің де өзімді жоқ, мен осыны істеуім керек деген таңдауым емес. Өмірдің арнасы өзі алып кеп осыған салды. Әйтпесе оған дейін мен сол ажырасқаннан кейін егерде мен бір нәпсінің жетегінен кететін болсам, ажыраса салып сол сәтте-ақ бірден бір жас бір тағы басқа бір қызды алып үйленіп кете салатын едім мен негізі. Бірақ 3,5 жылдай уақыт күттім. Арада қанша жаңа ата-анасымен де сөйлескен кездер болды отырып. Біздің де ата-аналарымыз екі жақтың бар, бәрі болды, бірақ білмеймін, бір ешқандай бір орай келмеді екеуміздің бас қосуымызға. Екеуміз отырып кәдімгі бір ақыл тоқтатқан, бір дұрыс адамдар ретінде бір екеуміз отырып сөйлестік. Жаңа жолдасымыз екеуміз отырып сөйлестік. Есімі кім? Замира. Есімі Замира. Екеуміз де отырып сөйлестік. Екеуміздің енді ара қатынасымыз жақсы қазір. Бәрі де араласып тұрамыз. Бір-бірімізбен жағысып деген сияқты. Бірақ осылай болды енді. Білмеймін, өзім де түсінбедім. Соңына дейін бірақ мен күттім. Ең соңында жаңағы класстастарымды жинадым. Қайтадан қабылдаймын, арамыз жарастырайық. Енді нәпсінің жетегімен кетпей, мен 4 бала жаңағы толыққанды отбасында өссін деп мен өзімде емес, 4 бала болашағын ойлап осы нәрсеге келіп тұрмын деп класстастарымды жинадым. Класстастарым болғанда өзіміз араласатын сол 2 класстасым бар, Нұржан Абзал деген сол әйелдермен сөйтіп жаңа Замираға бұрынғы әйеліме звондады, келді. Сол жерде отырып күшті болды, бәрі әдемі, бір көңіл андай падушам дейді ғой, сондай әдемі отырыс болды сол жерде. Бір-бірімізден кешірім сұрасып, жап-жақсы сондай бір не болды. Сонымен бір түнде үйге алып келдім. Тұрдық. Мен бірақ олған дейін мен 2,5 жылдай, 3 жылдай уақыт мен жеке тұрдым. Ажырасып кеткеннен кейін, сол кезге дейін жаңа мен шақырып неткенге дейін қайтадан өзім жаңағыдай бір қосылуға дейін біраз уақыт күттім негізі. Сөйтіп келіп жаңағы класстастармен сөйтіп бәріміз отырып, олар енді солар арамыз жарастырғандай болды ғой енді.
бір-бірімізден кешірім сұрап, сол бір түнде үйге көшіріп келдім. Балаларды алып, балалар енді өте күшті кәдімгідей қуанып, үйде сондай бір көңілді болып, енді ата-анасының жанында толыққан. Сөйтіп жүгіріп ойнап жүрді. Ол кездерде мен жаңа Тараз жаққа гастроль сапарлар ұйымдастырып жүрмін. Сөйтіп бір аптаға жетпей қайтадан кетіп қалды ол кісі. Ай-шай жоқ па? Ай-шай жоқ болғанда енді мен 2,5-3 жылдай уақыт уже мен енді ары-бері жалғыз өмірге үйреніп қалған бір жағынан. Үйде жалғыз өзім. Былай шығам, тек қана үйге келгім келмейді. Басқа қалаларда жүрем. Үйге бір 2 күн, 3 күн қалсам болды, депрессияға кіріп кете беремін ғой. Өйткені үйдің ішінің бәрі бір бала шағаның күлкісімен, сондаймен толады ғой. Бақытты сәттерім барлығы. Сөйтіп, сол үйдің ішінде бір күнде қоңым келмейді. Шығам, администраторымды аламыз, екеуміз көлікке отырамыз да, Шымкент жаққа, Тараз жаққа, Түркістан жақ болсын, мына жақтан Семей, Өскемен жақ, жаңағыдай қай жаққа қашады, сол жаққа жолға шығып кете береміз. Сапарда көп жүрдік. Одан қалсын шет мемлекеттерге кетіп қалып жүрдік. Гуанчжоуға, Таиланд деп, мына жақтан Стамбул, Европаны аралап. Оның барлығы бір андай бір асып тасқаннан емес, оның барлығы мидағы бүкіл жаңағы артық кіріп атқан жаңағы ой бар ғой, соның барлығын шығару мақсатында сөйтіп көп жүрдік. Сонымен сөйтіп кетіп, кейіннен жазып жүрді, бұрынғыдай жүре берейік деп. Сонымен енді ол кісінің ол кездегі жазуы дұрыс, негізі былай жазды ол кісі. Мен үйде тамақ жасап күтемін деді. Сіз келмейсіз деді. Сонымен айтамын да, мен қазір гастрольдік сапарлармен ары-бері жүрмін. Одан кейін концерттер ұйымдастырылып жатыр. Енді тем более екеуміздің арамыз енді 3,5 жылдай, 3 жылдай уақыт екеуміз екі жақта тұрдық. Екеуміз бірдей келіп енді мен бүкіл нәрсенің барлығын тастап балалар үшін деп қосылып сөйтіп атқан кезде әзірге 1 ай тұрмай жатып ондай нәрсені бастамай-ақ қояйық. Өйткені мына бала-шаға толыққанды отбасында өссін деген ниет қана мен келіп отырмыз. Ал екеуміздің арамыздағы сезім, махаббат